Енді мен арман қуып Алматыға келдім. Өзім қалаған университетке түстім. Мен қалаған мамандыққа түстім деп айта алмаймын. Мен көбінесе айтамын ғой, мен екі нәрседен жаңағы адастым. Біреу мамандық таңдаудан, екіншісі жаңағы жар таңдаудан. Сол үшін әкеңізге реніш жоқ па? Жоқ, әкеме реніш жоқ. Мен ол гештальтты жаптым. Қай уақытта жаптым? Мен 4 жыл университет бітіріп, жаңағы АГУ-ды бітіріп, университеттен қызыл дипломмен бітіремін ғой. Сол бітірген жылы барып, қайтадан Асфендияровқа университетке оқуға тапсырамын ғой. Сөйтіп тапсырып, ол жерге грантқа түсем. Грантқа түсем де, бірақ документтерімді алып оқымай кетіп қаламын. Неге? Мен өзімде гештальт жаптым. Мен түсе алатын арманым болды, түстім оқуға. Түстім, бірақ оқыған жоқпын. Сол кезде документін алып кетіп бара жатсам, бәрі күледі. Сіз қалай алып кетіп бара жатсыз? Жұрт бұған түсе алмайды ғой деп. Түсіп, ең жоғары балл жинап алғансың ғой. Енді маған солай болу керек болды. Кейін университет бітіргеннен кейін магистратураға түстім. Сол жылы магистратураны бітірдім, одан кейін аспирантураға түстім да. Аспирантурадан бітіргеннен кейін, қорғағаннан кейін мен сол Асфендияров университетіне мұғалім болып келдім. Почти 10 жылдан кейін. 10 жылдан кейін мұғалім болып келдім сол университетке. Сөйтіп ол университетте мен 15 жыл сабақ бердім. Сөйтіп бір жағынан ол да бар.